Жезқазған мен солтүстік Қазақстан айтыстық Павлодарда. Ерік Басақын ба? Бүркіт болған ол кезде. Бүркітбек Мағамбет. Сосын біз солтүстік Қазақстан атынан бардық. Сол кезде дау болды. Енді Жезқазған Нәсіпжан біздің қызымыз біздің атымыздан шықсын деп. Сосын мен айттым, енді әркім өзінің шыққан тауының бір биік болғанын қалайды. Мен енді күйеуге шыққан кеткен қызбын. Кеткен қыз шиден тысқарды дейді. Мен де шаруаданызғанша мен солтүстік Қазақстаннан атынан шығамын деп. Сол кезде ойбай қыз деген сатқын екен, бізді сатып кетті деп олар. Сол Жезқазғанмен бірге шықтық. Содан бәрі дауласып, сонда Ерік айтты. Бәзір бір шумақ өлең айтам, таң атқанша бүкіл ақының жабылып, маған жауап жазыңдар деп. Сондағы айтқан өлеңі: Жезқазған бұларың қай басынғандық, алып ем бір қызыңды асыл жарғып, күйеуді пайғамбардай сыйламасаң жіберем бәрі аламын Нәсіпжан деп.